жер жәннаты, ауылым алтын бесігім. Жұпар иісті қыр гүлі, көкпен бой тірескен ағашы, дертке дауа ауасы, мөлдір таза суы. Жері тұнған тарих, қойнауы бай, ыстық мекенім, ауылымды сағындым. Осы бір ауылына деген сағынышын басуға, туған жерін таныстыруға мүмкіндік берген ауылдан базарлық жобасы 2021 жылдың желтоқсан айынан бастау алған. Жобаның мақсаты ата-анамен тығыз байланыс жасау арқылы ортақ тәрбиеге жұмылдыру. Оқушыны өзінің отбасымен бірлесе, кіндік қаны тамған жерінің ерекшелігін, ауылының тарихы, мәдениеті, өмір салты, танымал тұлғалары мен тарихи орындары, көрікті жерлері туралы тереңірек зерттеп, насихаттау, таныстыру. Аталмыш жоба Батыс Қазақстан облысының 12 ауданынан және басқа қалаларынан келген зияткер оқушыларға туған ауылына жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік берді. Халқымыздың туған жерді ардақтау, қадір тұту қанға сіңген мінез, ежелден келе жатқан дәстүр. Осы орайда ауылдан базарлық жобасының бізге берер тәрбиелік мәні зор. Әр оқушының қызыққа толы балалық шағы өткізілген ауылдарының тұрмыс тіршілігін таныстыруда көздерінен мақтаныш сезімін байқадым. Сонымен қатар ауылдарының болашақта жүзеге асырылатын көптеген жобаларында ұсынуда. Бұл жоба өте керемет жоба деп ойлаймын. Балаларға өте маңызды. Бұл жобаға қатысып біздер қосымша Бөкей Ордасынан басқа Жәнібек, Ақжайық өңірінің де тарихын білдік. Бүгінгі шара ауылдан базарлық деген өте бір керекті мәселе. Мұнаны ұйымдастырып атқан кісілерге өте ризамыз. Оқушылар өздерінің кіші отанын мақтанышпен таныстыратын аталмыш жоба әлі де жалғасын табуда. Алда бізді жаңа кездесулер, әр өңірдің балаларынан жаңа тың дүниелер, жаңа зерттеулер күтуде.